келесі сіздерге көрсететін рецептіміз түріктердің тағамы чечевица сорпасы, чечевичный крем суп деп айтылады. Өте жеңіл тағам, пайдалы тағам. Бұл үшін бізге тауықтың еті керек болады. Сіз қалаған тауықтың етін өзіңіз алып алып, сан еті болса да, төс еті болса да, аласыздар да, осылай су құйып, жақсылап қайнатып, сорпа дайындап аламыз бірінші. Сорпамыз дайын болды, тауығымыз пісті, біз сүзіп алып алдық. Бізге тек қана сорпасы керек болады. Тауығын бұлай өздеріңіз әдемі жіберсеңіздер болады. Және де бізге зажаркасы керек. Ол үшін бізге табаға май құйып, сәбіз бен пиязды жақсылап қуырып аламыз. Сорпамызға чечевицамызды жуып алдық, салып, қайнатып пісіріп аламыз. Пиязымызды, сәбізімізді жақсылап қуырып аламыз, және де кішкене томат қосып жібереміз. Осылай пияз бен сәбізіміз жақсылап езілгенше қуырамыз. Осылай пияз, сәбіз, томатымызды қуырып алдық. Қайнап атқан чечевицамызға саламыз. Және де осылай пісіріп аламыз. Чечевичныйымызға дайын болған, ішіне куркума қосамыз, орегано қосамыз, және де лимон шырынын сығамыз. Чечевичный супты кішкене суытып аламыз да, осылай блендерда еземіз. Неке чечевичныйымыз дайын. Қалауыңызға қарай сливки, лимон қосып ішерсеңіздер болады.